тағдыр салтын насихаттайтын маңызды оқиға. Аталған спорт нысанның бой көтеруіне демеушілік көрсетіп, үлкен қолдау танытқан Павлодар жолдары бас директорының жерлесіміз Мазгутов Рустам Адиповичке аудан жұртшылығы атынан шынайы алғысымды білдіремін. Бұл алаң балалардың бос уақыты. От имени компании Павлодар жолдары дарим детям в Коктюбе эту спортивную площадку, чтобы они развивались, чтобы растили чемпионов, чтобы занимались спортом. И кроме этой площадки я дарю комплект формы. Көктөбе ауылында жаңадан спорт алаңы ашылып отыр. Апасы. Футбольный вечер. Детство — это хорошее время. И как человек воспитывается, как он себя ведет, чем он занимается в детстве, это откладывает отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Еще раз молодым спортсменам удачи, побольше голов, поменьше травм. Аминь. Ассаламағайын, ағайын туысқандар. Мұна бүгінгі халықаралық балалар күніне орай ашылып атқан мұна үлкен спорттық алаң Алла тағала құттылыққа жазсын. Ішінде балаларымыз аман есен, дендері сау болып өсуге Алла ниет етсін. Осы іске басшылық жасаған Рустам бауырымызға Алла тағала деніне саулық берсін. Алла тағала жұмысына табыс берсін. Жасалып атқан істері Алла тағала қабылдыққа жазсын. Мен өз атымнан, әулетімнің атынан, мен Руслан Валитовтың әкесі болам. Осы жуырда естіген шығарсыздар, менің сол балам барып, Үндістанға барып, бірінші орын алып келді, Азия чемпионатына қатысты. Я сол жаңағы баруына осы қомақты қаржы бөліп, мына спонсорлық дейді ғой, қайырымдылық жасаған осы Рустам бауырымыз. Алла тағала деніңе саулық тілеймін, алтыным. Аман бол, бала шағаларыңыз аман болсын. Осылай жақсылықта аман есен жүруге Алла нәсіп етсін. Барлықтарыңызға дендеріңіз саулық тілеймін. Аман болыңыздар. Жұлдыздарымызға қошеметіміз соқ қойып, құтты болсын. Еліміздің игілігіне осындай игі істеріміз әрқашанда жасала берсін.